Selim balapandarım, canım kuşakandarım. Tamaşalap Kokoşben Pikoş'tun kuanışların. Kollarımda kıygerip, kuşağımda kepkerip, yıkırıp oynayman, oyunga hiç duymayman. Gel balalar oynayık, çıkarıp kovalasayık, kulap kalsak жыламай, oyundu жалғастырайық. Сәлем балалар! Қош келдіңдер! Балықтар неге сөйлемейді? Ертеде сиқырлы көк теңіздің астында балықтар патшалығы өмір сүріпті. Олар бір-бірімен өте тату-тәтті тұрыпты. Достықтарының, еңбек сүйгіштіктерінің арқасында басқа патшалықтарға да үлгі болыпты. Барлық патшалық балықтар патшалығына қызыға қарапты. Өйткені балықтар күндіз тынымсыз еңбек етіп, кешке көңілді сауық сайран құрады екен. Олар теңіз бетіне шығып, әртүрлі іс-қимылдар арқылы бидің түрлі тәсілдерін көрсетіпті. Би ырғағымен әртүрлі әуендер салыпты. Сол әдетпен тағы да балықтар теңіз бетіне шығып, ән салып, би-билеп думандатады. Оны естіген құбыжық теңізге келіп, жан шадыманға бөленіп жүрген балықтарға тап беріпті. Көптеген балықтар құбыжықтың құрбаны болыпты. Ал қалғандары теңіз астындағы өз патшалықтарына қашып құтылыпты. Бірақ содан бері олардың ешқайсысы қатты қорыққаннан болар сөйлей алмай қалыпты. Одан кейін де қанша жылдар өтсе де сол сөйлемеген күйі сөйлемей қала беріпті. Бірақ балықтар сөйлемесе де бір-бірімен қанаттарының, құйрықтарының, желбезектерінің көмегімен түсінісетін болыпты. Міне балықтардың неге сөйлемейтінінің сыры осындай оқиғалардың салдарынан ба деп ойлаймын. Балалар, мында ненің суреттері бар? Бірге айтамыз. Мынау не? Балық. Ал мынау ше? Қоян. Мынау барабан. Мынау ше? Кубик. Мынау не? Шелек. Ал мынау қайық. Мынау ше? Машина. Ал мынау сырнай. Мынау ше? Саялық. Ал мынау ше? Гүл. Жарайсыңдар балалар. Күшті таптыңдар. Келесіде одан да қызықты ойындарды ойнайтын боламыз. Балалар, ойынымыз сендерге ұнап жатыр ма? Тамаша! Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.
Кездескенше!